Hello, how are you? I think you are good. Today we will continue our lessons, Unit 4.Professions and the Ways of Communication, page 58 and 63. Бүгінгі сабақты біз жалғастырамыз. 58-ші бет пен 63-ші беттер арасындағы People's Book, яғни класс жұмысы кітабымен жасайтын болармыз. Ал келесі сабақта тек Activity Book бойынша сабақтар болады келесі видеода. Біздер осыған дейін алдында Professions өттік, профессия түрлерін, және де Ways of Communication, бір-бірімізге хабарласу түрлерін өттік. Тағы да бізде грамматикалық сабақтар болды. Олар салыстырмалы анықтауыш, күшейтпелі анықтауыш, соны өттік. Қазір кішкене қайталаймыз. Revision болады. Revision қайталау, Adjectives, comparative adjectives and superlative adjective. Short қысқа. Comparative adjective болғанда бізге оған не жалғаймыз? ER жалғаймыз, Shorter, қысқарақ. The shortest, ең қысқа. Good, бұл бізде естеріңізде болса алдыңғы сабақта айтылды. Ережеге бағынбайды, исключение, оның түгелмен өзгереді бұл сөз. Good, жақсы. Bad, жақсырақ. The best, ең жақсы, самый лучший. Fast, тез. Faster, ER жалғанады, faster. And the fastest, ең тез. Busy, бос емес. Несвободный, занятой. Бұл жерде Y әрпінен бітіп тұр. Сондықтан да Y әрпін біз I-ға айналдырамыз. Алдыңғы сабақта айтылды тоже ереже. I әрпіне айналдырамыз. Одан кейін ER жалғанады. Сонда busier болады, Келесі the busiest. Окей. Мына фотоларға қараймыз. Қандай профессияларды көріп тұрсыздар? 1, 2, 3, 4 фото. Біріншісі photographer, екіншісі shop assistant, үшіншісі dentist, төртіншісі mechanic. Келесі. Бізде тағы да мамандар болды, professions. Мен тек қана осы төртеуін қайталау қалдым, Келесі. My favorite community helper. Favorite деген любимый, ең сүйікті. Community helper ол не? Community helper мына жаңа сөздерде тұр. Қоғамдық көмекші. Яғни бізде көмектесетін адамдар. Соны айтамыз. Ең бірінші біз жаңа сөздерді өтіп алайық. Driver, жүргізуші. Community helper, қоғамдық көмекші. To check the tires. Tire бұл жерде шина, машинаның дөңгелектер шина, To check the tires, шиналарды тексеру. Busy, бос емес, занятой. To pick someone up, біреуді алып кету, біреуді мектептен алып кету, концерттен алып кету, Lead singer, бас әнші, главный певец. Окей, community helper. Бұл тексті by Susan Smith оқып, арғарай сұрақтарына жауап береміз. Miss Taylor is our school bus driver, and she is my favorite community helper because she is the friendliest person I know. The friendliest. Күшейтпелі анықтаушы, самая дружелюбная, ең қазақша досшыл, ең досшыл адам. She always has the biggest smile on her face. The biggest, big, үлкен. The biggest, ең үлкен.
Ол кісіде ең үлкен күлкі бар, я. Улыбка, самая большая улыбка на лице. Miss Taylor is a very busy woman. Busy. Занятой деп айттық, я. Ол кісі өте қолы бос емес, я. Өйткені не істейді екен, қарайық. She gets up early every day to clean the school bus and check the tires. Gets up, тұру, я. Ерте, early, ерте. She gets up early, ерте тұрады. Clean the school bus. Автобусты жуады, тазалайды. Check the tires, шиналарын тексереді, дөңгелектерін. Then she has to go around town and pick us up for school from 6 different bus stops. Одан кейін ол қала бойынша, қала ішінде жүріп, бізді алып кетеді, яғни 6 остановкадан алып кетеді. She always plays music for us on our way to school. Ол бізге әрдайым музыка қосады дейді. Her favorite singer is Taylor Swift. Оның ең сүйікті әншісі Taylor Swift. Miss Taylor loves music and in her free time she is a DJ at the local radio station. Ол өте әнді жақсы көреді, және де өзінің бос уақытында ол DJ болып жұмыс жасайды радиода. She calls herself DJ Taylor. She also loves singing and she is the lead singer in all girls band. Ол қыздардың тобында, band, топ, я, команда группасында бас әнші дейді. With her friendly smile and her love of music, Miss Taylor is the best bus driver I know. I like her a lot. Okay, community helper. What's Miss Taylor's job? She's a bus driver. Оң жақта, төмен жағында жауаптар тұр, я, bus driver. Her job is a bus driver. What does she do before she starts work? Жұмысқа барардың алдында не істейді ол? She cleans the school bus and checks the tires. Who is her favorite singer? Taylor Swift. Number 4. What does she do in her free time? She is a DJ at the local radio. Okay, next. Subject pronouns, object pronouns. Енді 21-ші жаттығуды жасау үшін мен сіздерге бір грамматикалық тақырып түсіндіремін. Бұл грамматикалық тақырып бұрын өткен шығарсыздар, қайталау ретінде. Subject pronouns бұл зат есімдер, я? I, you, he, she, it, we, you, they. Мен, сен, ол, қыз, ол, жансыз зат, біз, сіз, олар, я? Кім деген сұраққа жауап береді? Object pronouns кімді деген сұраққа жауап береді. Кімді немесе нені? Тоқтауыш ретінде. Me, I, meге айналады. I, мен болса, me, мені. You, сен, you, сені. Мысал үшін айтамыз, I love you. Мен сені жақсы көремін. Сені. Бұл кезде object pronoun болып тұр. He. Ол бала, я? He. Оны. Him. She. Ол қыз. Оны. Her. Орысшасын айтатын болса, he. Ол бала, орысша он, да? Орысшасы him, его. She. Она. Her. Ее. It. Жансыз зат немесе жануарларға. Оны. We. Біз. Бізді аз. You. Сіз. Сізді you. They. Олар. Оларды them. Бұл
кестеге қарап түсінуге болады, иә? Қай subject pronounдар қалай өзгереді object болу үшін, тоқтауыш болу үшін қалай өзгереді. Мысал үшін мысалды қарайық. Alex likes Jennifer. Alex likes Jennifer. Jennifer деген қыз, иә? Alex деген бала. Jennifer, яғни оның орнына қыз. Мен просто сіздерге түсінікті болсын деп she деп қойдым, иә? Қыз екенін білдіру үшін. Яғни Alex likes her. Не үшін her? Өйткені біз кестеден көреміз, she болса, ол her-ға айналады. Сондықтан мен сіздерге түсінікті болсын, she-ді скобкаға алып қойдым. Alex likes Jennifer. Alex likes her. I love my parents. Parents. Родители. Ата-аналар. Көпше түрде. Мои родители. Я люблю своих родителей. Яғни родители. Они, да? Олар. Қазақша олар. They. Мен оларды жақсы көремін. I love them. I love them. Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Practice more. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Бұл ссылканы, мен төмендегі қызылда тұрған ссылканы видеоның астына сақтап қоямын. Сол ссылкамен өтіп, сіздер өздеріңіз осы object pronounға байланысты жұмыстарды өзіңіз жасай аласыз. Енді 21-ші жаттығуда. Read and choose. Miss Оспанова is a school bus driver. She takes us to school. I think the tire is flat. We need to change it. Postmen deliver letters. They keep them in their bags. The camera is on the table. Can you bring it to me? The nurse is coming. Tell her what's wrong. Tell her. Object pronounды не үшін қолданамыз? Біз бір зат есімді қайта-қайта айта бермеу үшін, қайталап айта бермеу үшін object pronounды қолданамыз. Мысал үшін үшінші сөйлемді қараңыздар. Postman deliver letters. Почтальон хаттарды алып келеді дейді. Deliver деген жеткізу, я? Жеткізу. Letter хаттар. Почтальон хаттарды жеткізеді. Letters хаттар олар, я? They keep them. Бұл жерде them letters'тың орнына қойылып тұр. Қайта-қайта letters деп айта бермеу үшін, хаттар деп айта бермеу үшін біз осы толықтырғышты қолданамыз. Олар, яғни they, почтальондар оларды сумкаларына сақтайды. Яғни хаттарды деген сөзі ғой. Хаттарды сумкаларына сақтайды. Окей, мен сіздерге қазір көрсетейін. Қандай practice more, қандай задание екен. Сіздер осы ссылкамен өткенде былай ашылады. Subject and the object pronouns. Начать. I like her and she likes. Мен оны жақсы көремін, және ол мені жақсы көреді, я? Мені деп айту үшін қараймыз. Мені дегенді қалай айтамыз? Мен жаңа сіздерге көрсеттім. Мені me, да? Сондықтан да me'ді қоямыз. Тексереміз. Осылай барлығын қойып шығасыздар да отправить ответы. Вот, дұрыс болса, осы птичка шығады. Дұрыс емес болса, X шығады. Өздеріңіз жасайсыздар, окей? Келесі. Let's sing. Бұл жерде өлең ету керек, бірақ та мен таба алмадым бұның аудиосын, өлеңнің. Бірақ та мен сіздерге жаңа сөздерін жаздым. Осы өлеңдегі. Карьера, яғни жұмыс, я? Talent,
талант, өнер. Work for a living, өмір сүру үшін жұмыс жасау. Uniform, бірдей форма. Help, көмектесу. Community, қоғам. Енді бұл өлеңді оқысаңыздар, осы жаңа сөздер кездеседі. Architects and the artists sharing their ideas. Doctors, nurses, teachers working hard at their careers. Photographers, musicians, we need their talents too. Computer programmers always think of something new. Working for a living, doing our jobs every day. Helping our community in our own special way. Бұл өлеңнің мағынасы, яғни бұл жерде көп профессиялар жазылған, архитектор, артистер, докторлар, медбикелер, фотограф, музыканттар. Әр профессияның өзінің бізге деген көмегі бар. Әркімнің, әр профессия бізге керек. Олар барлығы бірдей нәрсені жасай алмайды. Әр жерде олардың әртүрлі профессияның көмектеріне біз жүгінуіміз керек деген мағынада. Бұл сөздерді өздеріңіз жазып алыңыздар. Так, келесі. Thinking gap. Read and find the best job for children below. Бұл жерде 4 бала берілген. Осы описаниені оқып, болашақта кім бола алады? Өскенде олар кім бола алады? Соны жазуымыз керек. Және, I like working with numbers. I'm good at science and math. I love surfing the net. I think Janya can be a computer programmer when she grows up because she likes math and surfing the net. She grows up. When she grows up. Өскенде ол компьютер программер. Программист болады өйткені because ол математика мен интернетті жақсы көреді. Billy. I like painting and taking photos. I love traveling. I think Billy can be a photographer. Yes? Tina. I'm good at science. I like fixing things. I want to have a fast car one day. I think Tina can be a mechanic. Birk. I don't mind traveling. I like learning languages. I like meeting people too. In my free time, I like reading magazines and watching TV shows. News reporter. I think Birk can be a news reporter. Okay. Now, Байтерек. High-tech buildings. Современные здания, қазіргі кездегі үлкен ғимараттар. Байтерек және де Черкин. Осы екі зәулім ғимарат туралы оқимыз. Жаңа сөздерді қарасаңыздар. Famous building, атақты ғимарат. Magic bird, сиқырлы құс. Skyscraper, зәулім ғимарат, немесе орысшасы небоскреб. Lift, city, қала. Okay, let's go. Байтерек. This is a Байтерек Tower. This is a very famous building in Nur-Sultan. It looks like the golden egg of the magic bird Samruk on top of a tree. The tower is 97 meters tall. You can take a great pictures from up there and you can see the whole city. At night, Байтерек Tower changes colors. They use computers to do this. It is fantastic. Next, the Kirchen or the 30th Mary X is a skyscraper in London. It opened in 2004 and it is 180 meters tall. You can see it from 30 kilometers away. There are 18 lifts in the Kirchen. They can go very fast. If you don't like lifts, there are 1,000
and the 37 steps. The gherkin is very famous and you can see it in some films too. Екі текстіде өте керек ақпараттар бар. Бұл ақпараттар сіздерге қазіргі жаттығуды жасауға және де activity book'тан жұмыстар жасауға керек болады. Бәйтерек Tower is shorter than Gherkin. Өйткені бәйтерек 97 метр болса, Gherkin 180 метр. There are how many steps? 1037. 1037 баспалдақ бар Gherkin'да. Бәйтерек Tower looks like an egg. Жұмыртқа сияқты. The Gherkin has got 18 lifts that can go very fast. Екінші, Лондондағы ғимаратта 18 лифт бар. Олардың барлығы өте тез жүреді. Окей, checkpoint. Checkpoint. Біріншісі, read in the number. A. Minibus. B. Hot air balloon. C. Scooter. D. Plane. E. Tram. F. Underground. Metro. Read and choose. Exercise number 3. Our car is bigger than yours. Салыстырмалы. Біздің машинамыз сіздердікіне қарағанда үлкенірек. This van is very long. Which is the safest means of transport? Traveling by ferry is slower than traveling by train. The trams in this city are worse than in my city. A holiday by sea is better than a holiday in the mountains. Which is the easiest way to go around Нұр-Сұлтан? Бұл жерде салыстырмалы және де күшейтпелі анықтауыштарды қолдандық. Енді профессия. Мына суреттерге қарап, қандай профессия екенін анықтап айтуымыз керек. Mr. Alieva is a nurse. Бірінші мысал берілген. Mr. Nurbayev is an architect. Mr. Ospanov is a photographer. Mrs. Umarova is a news reporter. Mr. Abuov is a dentist. Mrs. Ivanova is a mechanic. Mrs. Iskakov is an electrician. Mrs. Kalieva is a waitress. Mr. Popov is a computer programmer. Окей, осымен People's Book бойынша біздің сабағымыз бітті. 4-ші юнит бойынша. Келесі видеода Activity Bookпен жұмыстар жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, яғни Yes I Do каналына тіркеліп, ұнаған болса сабақтарға лайк басып, келесі видео шыққанын ең бірінші болып білу үшін қоңыраушаны басып қоямыз. Сонда сіздерге уведомление келеді, видео шықты деп. Қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.